Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қонақта 14 жасында YouTube арқылы миллионер болған Әли. Жалпы біздің көрермендерге басында өзіңді таныстырып кет, қай жақтансың, қазір нешедесің деген сияқты. Бәріне сәлем достар. Менің атым Әли, жасым 16-та, Қостанай облысы Амангелді ауданында тұрамын. ютубтан стабильный табысым бар. Жалпы не үшін ютубты үйренгің келді және ютубты бастауға не себеп болды? Сол жайлы айта кетсең. Ол туралы айтатын болсақ, мен 8-9 сыныптарда бір апай маған тиісе беретін. Яғни, осылай оқымасаң, сен болашақта ешкім болмайсың, анау-мынау деп. Ол маған өте нервыма келіп, мен судан апайдан көбірек ақша тапқым келді. Солай кішкене мотивация болып, кішкене көбірек ақша тапқым келді, уже жас кезден бастап. Солай мен ютубты бастауға сізге келдім. Өскенде таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істегім келмеді, сондықтан осы ютуб жолын таңдадым. Қазіргі уақытта ютуб каналында қанша подписчик бар? Қазіргі уақытта каналымда 181 мыңдай подписчик бар. Қандай темада? Жалпы канал не туралы, сол жайлы айта кетсең. Балаларға арналған контент, толығын айтпаймын, өйткені конкурент ертең көбейіп кетуі мүмкін. Маған комментарийға көп адамдар жазады, қазақ тілді контентке YouTube ақша төлемейді деген сияқты. Мен сен сияқты студенттермен жалпы табыстарын айтып жатқан кезде адамдардың маған айтады, қазақ тілді контент үшін YouTube'да ақша төленбейді дейді. Сол жайлы не айтасың? Бұл жерде ешқандай проблема жоқ, өйткені қазір 1000 просмотр үшін қазақ тілді контентке орыс тілді контенттен көбірек ақша береді екен. Сондықтан осы қазақ тіліндегі контентте спокойно табыс таба беруге болады. Жеткен жетістіктерің керемет. Енді ютубты бастаған кезде басында қандай қиыншылықтар болды, сол жайлы айта кетсең. Алғашында вообще просмотр болмады. 10-20 шақты видео салып қойдым, бірақ просмотр вообще жүрмеді. Содан кейін сіздің секретный методыңызды пайдаландым. Бір видеоның просмотры көбейіп кетті. Сол арқылы мен өзімнің успехыма келдім десек те болады. Менің подписчиктарым маған жазады, ой, ютубқа видео салдым, 2-3 видео салып қойдым, өтірік екен, просмотр жинамайды дейтін аға тәтелерім бар. Соларға не айтасың? Бұл жерде ютубта бастысы тоқтамай видео сала беру керек. Просмотрға қарамай, өзінің качествосын жақсартып, видеоны сала беру керек, сонда нәтиже байқала бастайды. Яғни ютубта нәтиже басынан сразу беріле бермейді. YouTube стабильностьті жақсы көреді, қаншалықты көбірек видео саласыз, қаншалықты стабильно саласыздар, соған байланысты. Енді сенде бір история болған, YouTube каналын монетизацияға қосылмай қалды. Сол кезде қандай сезімде болдың? Басында настроением қатты түсіп кетті. Яғни ең бірінші ойлаған затым осы еңбектерім бәрі текке кетті деп ойладым. Есімде, каналын монетизацияға қабылданбай қалған кезде хабарластың, сол проблемадан қалай шықтың, сол жайлы айта кетсең. Сізге бірден хабарластым, өйткені апелляция туралы білгім келді. Сол арқылы сіздің студентіңіз болғаным арқылы апелляция бердім, және де сол апелляция қабылданып, мен монетизацияға смело өтіп кеттім. Жалпы YouTube канал монетизацияға қабылданғаннан кейін ол үлкен бір этаптардың бірі, және сол аяқталады. Енді қазір сенің YouTube'тағы жұмысын негізгі қандай, күнделікті өмірде не істейсің YouTube'та, сол жайлы айта кетсең. Қазір просто YouTube'қа видео сала берем, яғни басты стабильность болғандықтан ешқандай қиындықсыз видеоны YouTube'қа салып тұрамын. Яғни, былайша айтқан кезде көрермендер түсінбей қалуы мүмкін. Канал монетизацияға қабылданды, все, сенде уже ақшалық білетін нәрсе бар. Сенен істеу керек нәрсе ол просто стабильно YouTube'қа видео сала беру. Ақша көрермендер көрген сайын түсе береді. Енді жалпы айына қанша видео саласың, сол жайлы айта кетсең. Айына мен 7-8 видео саламын, ол аптасына 2 видео. Видеоны жасауға маған 4-5 сағат кетеді. Видеоның соңына қаратай саған жалпы YouTube'тағы контент жасау уақытын қалай азайтуға және жеңілдетуге болады, сол жайлы да 1-2 кеңестер берем. Жалпы YouTube'ты бастаған кезде сенде қандай техника болды, немен бастадың, сол жайлы айта кетсең. YouTube'та осы полностью ақша тапқанға дейін менде өзімнің старый Redmi телефоны болған, яғни 70 мың теңгеге алынған Redmi телефонмен видео жасап отырдым мен. Маған көп адамдар жазады, YouTube'ты бастау үшін обязательно мықты профессиональная техника болу керек деген сияқты. Менде жоқ, мен сол үшін бастамайым деп сылтау айтатын адамдар болады. Соларға не айтасың? Оларға айтарым бір, яғни қандай техника бар, солмен бастай беріңіздер. Жай ғана телефон болса болды, озвучка, монтаж бәрін сол арқылы жасай беруге болады. Яғни сол арқылы көптеген табыс таба беруге болады деп ойлаймын өзім. Керемет, сен басқалар сияқты ойланып жүре бермей, қолында не бар, содан бастадың. Менде барлық YouTube'ты бастағысы келетін адамдарға кеңесім, любой қандай техника бар, соны аласыздар, сонымен бастайсыздар,
алғашқы табысқа шығарасыздар каналды, и канал нормальный табыс алып келіп бастағаннан кейін уже басқа техникаларға қымбат инвестиция жасай бересіздер. Енді жалпы ютубты енді бастап келе жатқан кезде монтаж, озвучка деген нәрселерді қалай үйрендің? ютубқа видео түсіргенде аса қатты қиын монтаж керек емес. Яғни мен сіздің сабақтарыңыз арқылы бір күнде үйреніп алдым. Ал озвучкаға келетін болсақ, дикторса сабақтарын көріп, өзім дальше түсіре бердім. Енді барлығын қызықтыратын нәрсе, көп адамдарға мотивация беретін, өзің сияқты мектеп оқушылары болсын, үлкен адамдар болсын, сені көріп отқан аға тәтелерін. Жалпы ютубтан қанша табыс таптың, айына қанша табыс табасың деген сияқты сол нәрсені айтып кетсең. Монетизациядан осы соңғы жылда 7 миллиондай теңге таптым. Айына 500-600 мың теңге табам. Ал реклама менде 100 мың теңгеге дейін жетеді. Жалпы мектепте оқитын оқушы үшін айына 500-600 мың теңге табыс табу ол керемет нәтиже деп ойлаймын. Жалпы ютубтан тапқан ең алғашқы табысына не алдың? Сол жайлы айта кетсең. ютубты бастар алдында менде мақсат болды, яғни жинаған ақшама бірінші компьютер алу еді. Және де 700 мыңға өзіме компьютер алдым. Содан кейін өзіме жаңа телефон алдым, анама кухонный сыйладым, және де көкеме Астанадан үй алуға ақшалай көмектестім. Мен басында ауылда тұрған кезде, ютубты енді бастап жатқан кезде, маған үйдегі ата-анам айтқан, мынау қараш, жұрттың баласы бір жерде жұмыс істеп жүр, керемет, сен де неге солай істемейсің деген сияқты. Пока мен олардың алдына доллармен, бір пачка долларды лақтырмағанша, олар жалпы ютубтан табыс табу мүмкін екеніне сенген жоқ. Сенің үйінде қалай болды? Сен ата-ананың көзқарасы қандай болды? Менде бәрі басқаша болды. Яғни маған ата-анам бастапқы уақыттан бастап сене бастады. Өйткені олар сізді таниды, яғни сіздің нәтижелеріңізді көрді. Сондықтан мен де сондай нәтижеге жеткенімді қалайды. Дәл қазіргі уақыттың өзінде YouTube арқылы жақсы жетістіктерге жетіп отырсың. Енді алдағы уақытқа қандай жоспарларың бар? Қазіргі мақсатым менің Астанадан квартира алу. Яғни қазірден бастап соған ақша жинап жатырмын, және де болашақта соған жетемін деп ойлаймын. Және де ютубтан басқа да каналдар ашу. Сен сияқты ютубқа қызығып, ютубты бастағысы келетін көрермендерге қандай кеңесің бар? Менің бір кеңесім ол қорықпай бастай беріңіздер. Бір бастасаңыздар, ары қарай өздеріңіз үйреніп кетесіздер. Дәл қазіргі уақытта сенде ютубта уже қаншама опытың бар, қаншама жылдар бойы жұмыс істеп келе жатсың. Неге енді американский ютубқа көшпеске? Неге бастамай жүрсің американский ютубты? Мен қалай істеу керек екенін бәрін білем, бірақ мен қандай зат түсіретінін білмеймін, яғни тема таба алмай жүрмін. Мен қазір қазақ ютуберлер клубын аштым. Ол жақта дайын американский ютубқа арналған нишалар бар. Озвучка, сценарий, монтаж, превью барлығын искусственный интеллектпен жасалынады. Яғни сен мана 5-6 сағат уақыт жұмсасан, қазіргі уақытта мысалы сценарий жазу 2-3 минут искусственный интеллектпен, озвучка жасау тоже отырып камераға қиналудың қажет жоқ, тоже 2-3 минутта уже ютубқа дайын. Ағылшын тілін білмесең де даже ютубқа дайын озвучка жасап алуға болады. Одан кейін ішінде жаңағы ютубты нөлден бастап монетизацияға шығаруға шейінгі барлық сабақтар бар. Еще менімен аптасына бір рет тікелей эфир болып отырады. И осының барлығына бағасы бір айға доступ алу, ешқандай рассрочка нәрсесіз $15, яғни шамамен 7500 теңгеге осының барлығын бір айға алуға болады. Егер көрермендер сіздерге де қызық болса, сілтемені осы видеоның астына қалдырып кетем. Сол арқылы өтіп, толық ақпаратты біліп, клубқа қосылсаңыздар болады. Барлықтарыңызды күтем. Жалпы Әли, саған келгеніне рахмет. Көп жастарға, үлкен кісілерге болсын, өте жақсы мотивация болды деп ойлаймын. ютубты бастап, алғашқы табыстарын табуға, сенен көріп, үлгі алып деген сияқты. Жалпы видео ұнаса, подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.